Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыз 9-шы сынып қазақ тілі. Сабақтың тақырыбы бұқаралық ақпарат құралдары. Оқу мақсаты мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға беріп айту. Сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу, түрлендіріп қолдану. Бағалау критерийлері мәтінге қатысты өз көзқарасын білдіріп, сыни тұрғыдан баға береді. Сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажыратып, түрлендіріп қолданады. Бірінші тапсырма талқылауға арналған сұрақтар. Мәдениет деген қандай ұғым? Бақ деген не? Журналистің мәдениеті немен өлшенеді? Журналистік этиканың аудиториясы қандай? Журналистің принциптері. Ендеше, осы сұрақтар бойынша өз жауаптарыңызды тексеріңіздер. Екінші тапсырма. Мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға беріп айту. Свод талдау әдісі. Берілген мәтінді оқып өзіндік талқылап, өз көзқарастарын білдіріп, күшті жағын, әлсіз жағын, мүмкіндіктерін, қауіпті жақтарын айтып, сыни пікір білдіріңіздер. Ендеше, жұмыс жасауға бағытталған мәтін. Заманауи өмірде бұқаралық ақпарат құралдары қандай орын алады? Енді келесідей жағдайда көзіңізге елестетіп көріңіз. Сіз газеттер, журналдар, теледидарлар, радио таратқыш құралдар мен компьютерлер толық жоғалып кеткен жағдайға тап болдыңыз делік. Байланыс және коммуникация құралдарының барлығынан айырылған адамның әдеттегі күні қалай өтетіндігін ойға алып көрелік. Сіз соңғы жаңалықтарды, футболдық жарыстардың нәтижелерін біле алмайсыз. Қызық концерттік бағдарламаларды көре алмайсыз. Нәтижесінде адамның күнделікті өмір сүру тәртібі өзгеріске ұшырайды. Нәтижесінде адамның әлемді тануы мен қабылдауы көз алдында өтіп жатқан оқиғалармен шектелетін болады. Ал сізден тысқары жатқан, яғни естіп көре алмайтын әлем сіз үшін белгісіз жер ретінде қала береді. Біз баспасөздің арқасында әлемде өтіп жатқан оқиғалар, ғалымдар, ашқан ғылыми жаңалықтар, спортшылардың қол жеткізген табыстары туралы біле аламыз. Бұқаралық ақпарат құралдары адамның мәдениет туралы түсініктерін мүлдем өзгертіп жібереді. Біз бүгінгі күнде жаңадан шыққан фильмдер мен театрларда қойылатын үздік премьераларды үйде отырып қарай аламыз. Теледидар біздің барлығымызға жер шарының ең алыс нүктелерінде орын алып жатқан оқиғаларды назарда ұстауға мүмкіндік береді. Әрине, кез келген нәрсенің екі ұшы болатыны тәрізді, бұқаралық ақпарат құралдары мен ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуының оңды тұстарымен қатар бірқатар мәселелерді де тудырып отырғанын айта кету керек. Олардың ішінде бұқаралық мәдениеттің кең таралуы, әртүрлі адамдардың қалаулары мен мүдделерінің ұқсастануы, даралықтың жоғала бастауы, ұлттық мәдениет пен әлемдік мәдениеттің ең үздік жетістіктерінің жоғалта бастауы, белгілі бір қабылданған жүріс-тұрыстарды тану мақсатындағы мүмкіндіктерін пайдалану. Дескриптор мәтіндегі айтылған ойға өз көзқарасын білдіреді, сыни тұрғыдан баға беріп айтады. Ендеше, өздеріңіздің жауаптарыңызды тексеріңіздер. Үшінші тапсырма. Сұрақ-жауап әдісі. Сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата білу. Әр оқушы тақтада берілген сөйлемдерден өзі қалаған екі сабақтас құрмалас сөйлемнің түрлерін ажыратып, бір себеп бағыныңқылы сөйлем жазады. Екі қолы дірілдеместен оспан ішке кірді. Ол оқысам деп қалаға келді. Бұлт болғанмен жаңбыр жауған жоқ. Ерте тұрсаң бәріне үлгересің. Олар Асанды күтпестен ертемен жолға шығып кетті. Ол оқығысы келіп қалаға келді. Ерте тұрмай бәріне үлгермейсің. Дескриптор сабақтас құрмалас сөйлемдердің мағыналық түрлерін ажырата алады, себеп бағыныңқылы сабақтас құрмалас сөйлем жаза біледі. Ендеше, өз жауаптарыңызды тексеріңіздер. Төртінші тапсырма. Ең мәдениетті журналист тақырыбында синквейн құрау. Синквейн құрылымы: журналист аты жөні, зат есім, журналистің шеберлігін сипаттайтын екі сын есім, журналист әрекетіне қатысты үш етістік, журналисті бағалауға арналған төрт кілт сөз, журналистің шеберлігін сипаттайтын синоним сөздер мен фразеологизмдер. Ендеше, қорытынды.
Сабағымызда тақырыпты тереңірек түсінуімізге қатысты сұрақтар талқыланды және мәтінді оқып, өзіндік талқылап, өз көзқарастарын білдіріп, күшті жағын, әлсіз жағын, мүмкіндіктерін, қауіпті жақтарын айтып, сыни пікір білдірілді. Сабақ құрмалас сөйлемдерге мысал келтіріп, берілген сөйлемдер бойынша түрлерін ажыратып жаздық.